Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен Қазақстандағы туризм және экотуризм бөлімі бойынша туризм және табиғатты қорғау тақырыбын өтеміз. Грамматикалық тақырыптардың ішінде төл сөздің тыныс белгілері туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтінмен танысу барысында комментарий жасауды үйренетін боламыз. Туризм халық шаруашылығының бір саласы ретінде табиғи ортаға белгілі бір дәрежеде күш түсіреді. Туризм саласы бойынша табиғатты қорғау жұмыстарын шартты түрде екі топқа бөліп қарауға болады. Бірінші топ – үйірме жұмыстарында туристік базаларды және тағы басқа жерлердегі экологиялық бағыттағы тәрбие жұмыстары. Екінші топ – туристік база, туристік кешендер аумақтарында маршруттарда жүргізілетін нақты жұмыстар. Енді осы екі топты жеке қарастырайық. Бірінші топқа туристік топ мүшелерімен әңгіме өткізу, әңгімелесу, жорық алдындағы нұсқама, маршрут ерекшеліктерімен таныстыру тағы басқа жұмыстар жатады. Енді осы сөйлемге комментарий жасайтын болайық. Жорық алдындағы нұсқама дегеніміз не? Ол әрбір туристік топ мүшесі нұсқамамен танысқан соң, оны орындалу үшін арнайы құжатқа қол қою керек. Яғни белгілі бір инструктаж береді. Инструктаж дегеніміз нұсқама. Енді осы айтылған сөйлемге тағы бір комментарий жасайық. Егер нұсқама бұзылған жағдайда, оны бұзған адам айып төлейді, маршруттан шығарылады және онымен жасалған шарт бұзылады. Келесі топты талдап көрейік. Келесі жұмысқа турбазалардағы санитарлық жағдайлардың талапқа сай болуы, көгалдандыру жұмыстары, маршруттарда экологиялық соқпақтар құру және арнайы демалыс орындарын дайындау, маршруттарды таңбалау, мемлекеттік және қоғамдық табиғат қорғау орындарымен жұмыс жоспарларын бекіту, тағы басқа жұмыстар жатады. Құрметті оқушылар, біз бүгін туризм және табиғатты қорғау тақырыбында мәтінмен таныстық және мәтіннің арасына комментарий жасап отырдық. Енді грамматикалық тақырыпқа келейік. Бүгін біз сіздермен төл сөз және төл сөздің автор сөзіне байланысты қойылатын тыныс белгілерімен танысамыз. Алдымен төл сөз дегеніміз не? Төл сөз дегеніміз біреудің айтқан сөзі. Ал автор сөз дегеніміз біреудің айтқан сөзін жеткізушінің сөзі. Мысалы, қиындықтан қалай шығудың жолын мен білмеймін, деді анасы. Осы сөйлемдегі қиындықтан қалай шығудың жолын мен білмеймін деген сөйлем ол төл сөз болып табылады. Деді анасы, ол автор сөзі. Енді тыныс белгілерге мән берейік. Егер төл сөзі автор сөзінің алдынан келсе, төл сөздің алдынан сызықша қойылады. Төл сөзден кейінгі қойылған үтірге мән берейік. Егер төл сөз айтылу мақсатымен сазына қарай хабарлы сөйлем болса, төл сөзден кейін үтір қойылады. Және төл сөз бен автор сөзінің арасына міндетті түрде сызықша қойылады. Автор сөзінен кейін қойылған нүкте ол сөйлемнің аяқталғандығын білдіреді. Келесі сөйлемге мән берейік. Әркім әртүрлі сөз айтып даурығып жатқанда Сырбай тоқтатыңдар деп ақырды. Енді біздің формуламыз өзгерді. Енді бірінші бізде автор сөзі берілген, одан кейін төл сөз, одан кейін автор сөзі берілген. Егер автор сөзі төл сөзден бұрын келген жағдайда, одан кейін қос нүкте қойылады. Төл сөз келесі жолға түсіріліп жазылады. Енді төл сөзден кейін қойылған леп белгісіне мән берейік. Төл сөз көңіл күйге байланысты айтылып тұрғандықтан, бұның ішінде бұйырып тұрғандықтан, кейін төл сөзден кейін леп белгісі қойылып тұр. Және өздеріңіз байқағандай төл сөз бен автор сөзінің арасына сызықша қойылған. Қазақтың мұң-мұқтажына алтын діңгек болған сенбісің, деді басын көтеріп. Қайдан жүрсің? Енді бізде төл сөз, автор сөзі және төл сөз болып тұр. Төл сөзіміз айтылу мақсатымен сазына қарай сұраулы сөйлем болып тұр. Оны сұраулы сөйлем жасап тұрған сенбісің деген сөзі. Сенбісің деген сөз, бұл жерде сенбісің деген сөз, бұндағы бе шылауы, сұраулық шылауы сөздің ішіне кіріктіріліп беріп тұр. Ал екінші төл сөздегі сұраулы сөйлем жасап тұрған, ол қайдан деген сұрау есімдік арқылы жасалып тұр.
Келесі сөйлем. Сенмен сырымды бөлісейін деп келдім, деді Гүлнұр. Бұл сөйлеміміз бірінші сөйлемге ұқсайды. Келесі сөйлем. Баламды сізге бірер сағатқа қалдыруым бола ма деп сұрады Айман көршісінен. Бұл сөйлеміміз екінші сөйлемге ұқсайды. Яғни ол жерде бірақ төл сөз берілмеген. Құрметті оқушы, сіз бұл төл сөзбен автор сөзіне байланысты қойылатын тыныс белгілерді жете таныстыңыз келсе, қазақ тілі оқулығы 188-189 беттерде берілген ережемен танысыңыз. Енді төл сөзді төлеу сөзге айналдырғанда қандай өзгерістер болатынын білейік. Төлеу сөз дегеніміз ол біреудің сөзінің мазмұнын жеткізуші. Яғни төлеу сөзде төл сөзде берілген тыныс белгілер түсіріліп жазылады. Қиындықтан қалай шығудың жолын мен білмеймін, деді анасы. Бұл төл сөзді сөйлем. Енді төлеу сөзге айналдырғанда анасы қиындық. Төл сөзді болмағанмен ол леп белгісіне байланысты бұйырды деген сөз шықты. Қазақтың мұң-мұқтажының алтын діңгегі екен айта келіп, басын көтерген қалыппен қайдан жүргенін сұрады. Бұл жерде сұраулық мағынада болғаннан кейін сұрады деген сөз қосылды. Гүлнұр оған сырмен бөліскелі келгенін айтты. Енді төл сөзге сенімен сырымды бөлісейін деп келдім, деді Гүлнұр. Айман көршісінен баласын бірер сағат қалдыруға болатын, болмайтын сұрады. Бұл сөйлемде болатын, болмайтын деген сөздерге мән берейік. Егер де төл сөздің құрамында ма деген сұраулықшылау болған жағдайда, біз оны төлеу сөзге айналдырғанда болатынын, болмайтынын, немесе келетінін, келмейтінін, баратынын, бармайтынын деген сөздермен ауыстыруға болады. Бұл тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Құрметті оқушы, енді сізге берілетін тапсырма. Қазақ тілі оқулығын 188 бетті ашыңыз. Сонда берілген Б тапсырмасы бар. Онда берілген пікірлердің шындық немесе жалған екенін анықтауыңыз керек. Сандарды рет-ретімен қойып, қасына шындық немесе жалған деп жазасыз. Екінші тапсырма 189 бет қолданып сөйлем құрау. Яғни өздеріңіз түсінгендей төл сөз бен автор сөзіне байланысты тапсырма. Бүгінгі тақырып пен тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Сізге сәттілік тілеймін.